Қайырлы күн. Мен Талғар политехникалық колледжінің өндірістік оқыту шебері Абдреш Айсалқын. Бүгінгі өндірістік оқыту сабағымызда өтетін тақырыбымыз жапсырма қалта түрі. Жапсырма қалтамызды тігіп бастамас бұрын қалта түрлерімен танысып алайық. Қалта дегеніміз киімнің құрамдас бөліктерінің бірі. Барлық қалталар екі топқа бөлінеді: жарма және жапсырма қалталар болып. Орналасуына байланысты қалталар ішкі қалта және сыртқы қалта болып бөлінеді. Киімнің қай жеріне орналасқанына байланысты жапсырма қалта, төс қалта және жан қалта болып ажыратылады. Жапсырма қалталарды өңдеу. Жапсырма қалталар қарапайым тік қалта, қиғаш қалта, қақпақты болып келеді. Жапсырма қалталарды қақпағын ілмекті немесе ілмексіз, тік төртбұрышты немесе оюлы етіп жасайды. Жапсырма қалталар пішіп алып өңдеп, оны негізгі бөлікке тігу аса қиын жұмыстарға жатпағанымен, біраз шеберлікті талап етеді. Және жапсырма қалталардың түрлері. Жапсырма қалта қолданылған киім түрлері. Тігіп бастамас бұрын қауіпсіздік ережелерімен танысайық. Инемен жұмыс кезінде, қайшымен жұмыс кезінде, тігін машинасымен жұмыс кезінде және үтікпен жұмыс жасау кезінде абай болуымыз керек. Сондықтан қауіпсіздік ережесін мұқият оқып шығайық. Лекаланы қағазға өлшеп сызып алыңыз. Лекаламызды матаға түсіріп, кесіп алайық. Кесілген матамызды ішіне 0,5 см қайырып үтіктейміз. Қалта бұрыштарын жақсылап үтіктеу керек. Қалта бөліктерін үтіктеп болдық. Енді жапсырма қалтамызды тігіп бастайық. Жапсырма қалта аузын 1 см-ге 2 бүктеп қайыра сырып тігеміз. Тігілген қалтамыздағы артық жіптерді тазалаймыз. Жапсырма қалтамызды және сәндікке арналған бөлігімізді негізгі матаға қосып сырып тігеміз. Осымен қалтамыз дайын болды. Артық жіптерден тазалаймыз.
Бүгінгі өндірістік оқыту сабағымыз аяқталды. Тақырыпты қорытындылап, сұрақтарға жауап берейік.